Назарларыңызға енді ғана дамып келе жатқан жас арна бәрі бар арнасын ұсынғым келеді. Өйткені ондағы контент ерекше және сіздерге міндетті түрде ұнайды деп сенемін. Өйткені бір-екі видеосын жаңа ғана қарадым және маған өте қатты ұнады. Сіз де қарап көріңіз, өйткені сізге ұнайтынына сендім. Британдықтар өздерінің басып алуларының бірінде кобра жыланмен танысады және соған қызығып кобра өсіруді бастайды. Бірақ та кобралардың көптеп өсіріліп кеткен сонша халыққа қауіп әкелдіре бастапты. Бұны кобра эффекті деп айтады. Дәл сондай кобра эффекттерінің бірі Кеңес Республикасында болған. Тақырыптан да көріп тұрған боларсыздар, біз соңғы жарты ғасырда адам сенгісіздей өзгерген Арал теңізі туралы айтатын боламыз. Арал теңізі өзінің шарықтау шегінде әлемдегі ең үлкен 4 көлдің бірі болған. Тіпті Кеңес Республикасы тұтынатын балықтың 6-тан бірін Арал теңізінен ауланатын болған. Бұған дәлел бұрынғы ғасырлардағы карталардан мына бір бедері. Бірақ барлық осы фотолармен қазіргі кезде НАСАның соңғы жылдары түсіріп алған мына бір Арал теңізінің суретін салыстырсақ, сенуге келмейтіндей. Бұл кәдімгі Арал теңізі және сол жерде орналасқан. Егер біз жыл сайын қалай Арал теңізін тартылатын көретін болсақ, бұл анық байқалады. Сонымен бұның барлығына не себеп болды? Кобра эффекті. Термин осылай аталады. Барлығын түсіндіріп көрелік. Сталин, яғни Кеңес одағы басшысы, мына бір Қарақұм деген шөлді кішкене болсын жасылдандырғысы келеді. Осы мақсатпен Аралдан су алып келгісі келеді. Өздеріңіз білетіндей, Аралға екі өзен, Әмудария мен Сырдария құяды. Әмудария өзеніне бөліп жасанды канал жасатады. Ол канал Қарабұғаз көлге дейін жалғасып жатады. Және кішкене уақыт болса да бұл жоспар іске асады. Өзбекстан 1988 жылы кеңестегі ең алып мақта шығарушы державасы болады. Және кеңестер мақтаны әлемнің кез келген нүктесіне экспорттай бастайды. Бірақ бұл канал пайдадан көрі көбірек зиян әкелген сияқты. Канал құрылысы 1966 жылы бітті және әлі күнге дейін ағып жатыр. Айтарлықтай болмаса да каналдың бойында халық шоғырланған және жасылданған. Бірақ тоқтаусыз Әмудариядан ағу нәтижесінде дариядан Аралға құятын су кеміп, нәтижесінде дәл қазір сіз көріп жатқан нәрселер орын алуда. 1998 жылы Арал теңізінің алғашқы көлемінен 60% ғана көлемде болып қалған. 2004 жылы 25% ғана көлемін алып жатты. Онымен қоса көлдің тартылуына байланысты сортаңдалған тұздар эрозияланып бәр жаққа жел арқылы ұшуда. Тіпті ғалымдар Антарктида мен Арктикадан Аралдың тұзының түйіршіктерін тапқан. Дәл қазіргі кезде Арал теңізі түгел болмаса да шөлге айналуда. Ол жақтағы жаңа туған бала өлімінің көрсеткіші 1000-нан 75. Бұл өте жоғары. Өйткені егер әлемдегі бала көрсеткіші жоғары сандар көрсетіп тұрған мемлекеттерді алатын болсақ, Арал теңізінің аумағы 10-дыққа кіреді және бұл өте жаман. Арал теңізі аумағындағы тұздарды кетіру үшін Арал теңізінің суы пайдаланылған болатын. Соның әсерінен Арал теңізі тағы да бір шама кеміген. Бірақ дәл қазір Қазақстан мен Өзбекстан арасында Арал теңізін қалай құтқарып қалуға болатыны жөнінде ізденістер мен зерттеулер болып жатыр. Және жақын уақытта Арал теңізінің бұрынғы қалыпқа келетініне сенуіміз керек. Сонымен бұл видеомызда Арал теңізінің қалай тартыла бастағанын айттық және сізге қызықтырақ болды деп үміттенемін. Арнамызға, ВК группамызға және Instagram парақшамызға тіркелу арқылы сіз біз туралы соңғы ақпарларды біліп отыратын боласыз. Сіз үшін жай ғана саусақ тигізу, ал біз үшін үлкен қуаныш.